Microsoft Word негіздері, парақтың баптаулары. Біз біртіндеп құжатымызды баспаға шығаруға дайындап жатырмыз. Олай болатын болса, біз өзіміздің парағымыздың баптауларына келуіміз керек. Ол үшін біз макет бөлігіне өтеміз. Осы жерде бізде параметры страницы атты баптаулар бөлігі бар. Бірнеше баптаулар бар. Соларға тоқталатын болсақ, біз парағымыздың өлшемін баптай аламыз. Ашып қарап көрейік. Размер бөлігінде түрлі алдын ала орнатылған парақтардың өлшемі берілген. Бізге танысы әрине жиі қолданатын A4 форматы, одан бөлек A3 форматы бар, A4-тен 2 есе үлкен. Ал егер сіздің қолданатын парағыңыз ерекше өлшемде болатын болса, онда другие размеры бумаги бөлігін таңдайсыз. Осы жерде сіз ені мен ұзындығын өзіңіз бере аласыз. Сол арқылы сіз баспаға өзіңіздің құжатыңызды тура парағыңызға сәйкес дайындай аласыз. Келесі бөлік бізде парақтың орналасуы, яғни ориентация. Бізде бар жоғы 2 ориентация бар. Егер масштабты сәл кішірейтіп парағымызға жалпылама қарайтын болсақ, онда біз парағымыз қазір тігінен орналасқанын көреміз. Енді ориентацияға барып, альбомная бөлігін таңдайтын болсақ, онда парағымыз енді көлденеңнен орналасқанын көреміз. Белгілі бір жағдайларда сізге парағыңыздағы жазуды тігінен емес осылай көлденеңнен орналастыру қажет болатын болса, онда осы баптауды қолданасыз. Келесі бөлік бізде жұмыс аумағын реттеу, яғни жұмыс аумағы ретінде біз жазуымыз көрініп тұрған, жазуымыз жазылып тұрған аумақты айтамыз. Байқап отырсақ, жоғары жақтан жазуымыз басталған бөлікке дейін белгілі бір жол бар, сол сияқты оң жағынан да, сол жағынан да. Біз сызғыш элементімен таныспыз. Осы сызғыш элементінде сұрмен белгіленіп тұрған осы жұмыс аумағын реттейтін көрсеткіш. Демек, осы бөлікте кейін қағазымызды баспадан шығарған кезде ештеңе шықпайды, ол сондай белгілі бір таза аумақ. Оны қалай реттейміз? Ол үшін бізде поля бөлігі бар. Басамыз. Бірден орнатылған бірнеше нұсқалары бар. Мысалы, жұмыс аумағын барынша үлкен қылып, жазылмайтын бөлікті барынша кішкентай қылайық. Узкие мысалын қолданып көрейік. Біздің жұмыс аумағымыз үлкейіп, жазу болмайтын шекара барынша азайды. Широкийді қолданатын болсақ, барынша жұмыс аумағымыз кішірейіп, ал шекарамыз үлкейді. Бір қарағанда түсініксіз болуы мүмкін, бұл не үшін керек екені, алайда сіз өзіңіздің жазуыңызды баспадан шыққаннан кейін қандай мақсатта қолданылатынын ескеруіңіз керек. Кейбір жағдайда сіздің жазуыңыздың сыртында мұқабасы болуы мүмкін. Әрине мұқабаны орнату үшін ол белгілі бір аумақты алады. Және де сол аумақты алдын ала ескеріп қоятын болсаңыз, сіздің жазуыңыз ыңғайлы әрі дұрыс көрінетін болады. Сонымен қатар бізде арнайы осы шекараны қолмен реттеуімізге болады. Және де қайталанбалы, яғни зеркальные отступы деген бар. Оны қай жағдайда қолданады? Оны сіздің құжатыңыз кітап ретінде баспаға шығатын болса, сол жағдайда қолданады. Біздің бірінші парағымыздың сол жағынан белгілі бір өлшемдегі орын қалдырылса, екінші парағымыздың оң жағынан дәл сондай өлшем қалады. Қайталанбалы шекара, яғни зеркальные поля сіздерге толығырақ түсінікті болу үшін келесі суретке назар аударайық. Бұл суретте бізде бірінен кейін бірі жүретін екі бет бейнеленген. Көріп отырғандарымыздай, бірінші парақтағы оң жақтағы шекара мен екінші парақтағы сол жақтағы шекара, және керісінше бірінші парақтағы сол жақтағы шекара мен екінші парақтағы оң жақтағы шекара екеуі бір-біріне бірдей. Яғни екеуі бір-бірінің айнадағы
шағылысқан түрі сияқты. Бұл қандай жағдайда сізге керек болады? Сіз құжатыңызды кітап ретінде немесе міндетті түрде кітап ретінде емес, бір параққа екі жағына екі бетті баспадан шығаратын болсаңыз, онда олардың баспаға шыққаннан кейінгі парақтағы жазудың орналасуы бірдей болу үшін осындай қайталанбалы шекараларды қолданады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.